Бізде Елдос Емілов кезінде 17 жасынан бастап елге танылды. Өте мықты аруақ қонған жыршы ретінде танылып жүрді. Қазір сол естілмей қалды. Сол туралы әңгімелеп берсеңіз. Оның дауыстан арқадан айырылғаны ол түсінікті. Ол енді Маңғыстаудың баласы. Нағыз дәстүрлі немен тәрбиеленген, қазағы қаймағы бұзылмаған қазақтың несінің ұрпағынан, руынан. Соған аруақтың рухы қонған. Оның дауысы тіпті залды көтеретін. Жас баланың дауысы. Дәстүрлі мәнермен айтылатын. Сонда исламистерге ол кездесіп, солардың агитациясына еріп, аяғында исламист болып кетті. Жай қарапайым қазақтар сияқты. 5 емес 1-2 рет намаз оқитын. Кейбір жерде арақты қағып алатын да, колбасамен оны артынан жеп қоятын. Осы түкті емес. Бірақ ол исламист болып кеткені жай адамға үлкен қиыншылық жоқ. Әсіресе қарапайым адамға, нашақоршылыққа неден сақтануға ислам енді жаңғыз, енді дәрі. Бірақ рухы қонған, алтын сатқа өтуге дайын балаға өзінің ұлттық дінінен, ұлттық дәстүрінен бас тартқаны бекер өткен жоқ. Бекер өткен жоқ. Оның программасында жазылған, ол сөзсіз оралады оған. Бірақ қайтып оралады. Аяқсыз, қолсыз оралса жарайды. Ал дауыссыз оралса, онда ол адам емес. Бітті. Бергендарынан айырылса. Сонда бөтен дінге әбден беріліп, аяғында тіпті аруақ деген сөз бар әндерден бас тартқан бала аяғын дауысынан айырылды. Тіпті аспаннан шыққан сияқты дауысы жоқ қазір. Жай эстрадный әншінің дауысы сияқты, ол сияқты қалада қаптап жүр. Енді Елдос ешкімге де керек жоқ. Құдайына да керек жоқ, Алласына да керек жоқ. Көптің бірі болып қалды. Көптің бірі. Ал егер бұрынғы дәстүрін, жаңа ата-бабаның дәстүрін сақтап, аруаққа сыйынып, сол мынау жыраулық жолды ұстап жүре берсе, мүмкін қазақтың мақтанышы болар еді. Қазақтың мақтанышы болып, аяғында сол іздеген мақсатына, жұмағынан емес, гиперкеңістікке өтуге шамасы болып еді. Енді оған жұмағы да жоқ, өз дінін бас тартқан қазақ ешқашанда енді жұмаққа жетпейді, ол менің антым. Енді тоңқаятын қазақ енді есіне алсын. Барып тоңқайғанда бір рет тоңқайды, екінші көтерілгенде тұзақ оған ашық анық болып тұр. Қазақтың жерінде бір мұсылман адам жоқ. Қазақтың исламы бәрде ол өтірік емес, ол мазақты ислам. Біріншіден, ешқашанда Алланың құлағына жететін намазды тіпті өте таза арабша орындау керек. Өте таза тілмен, екінші өте таза ырғақпен арабша. Ауыл ырғаққа қосылмаған адам, біздің домбыраны Еуропаның адамы ойнап көрсінші қалай? Қазақтың жүрегіне жете ме оны? Жетпей ме? Қарапайым жолмен. Тыңқыл болып шығады ғой. Тыңқыл болып шығады. Сол себептен мен енді қазақтарға айтам. Басқа дінді сыйла, бірақ өз дініңді бағала. Біздің дініміз? Ол түсінікті. Тәңір діні. Жарайды, рухани, кедей халықтарға, қатыгез халықтарға, шешендерге, ауғандықтарға, саудагер өзбектерге ислам діні керек, ол дүзгін сияқты. Оны ұстап тұруға дүзгінде, Құдайдың дүзгініне. Ал рухани бай халыққа біреудің қалтасына түсу керек же. Жарайды, керуеннің жолында отырған арабтарға, кішкентай туған нәресті қыздарды жерге көмектескен арабтарға керек. Тағынды белгілі жырауымыз, потенциал жырауымыз
болатын Бекболат деген. Ол қып-қызыл шақада исламист. Ол бәрінде таза қазақтың тілімен, тіпті ырғағымен бәрінде исламның дінін мақтайды. Бірақ о да даусын айырылды. О да өзінің тіпті Құдайдан берген даусынан нағыз елдің мақтанышы болатын жырау жолы. Мен оған шештім, сенің жолың жырау жолы. Айрықша. Сен сақ бол. Жарайды, анау клешторный еврейдің жиналысына қатыстың, олардың нелесін рәсімін аштың, өзіңнің Құдайдан берген даусыңмен қобыз тартып, ырылдап. Бірақ сен ол жол жарайды, енді мен сенің исламды қабылдағанымен қарсы емес. Бірақ сен паркетке түспей қой бауырым. Паркетке түссең, біттің, кеттің. Ол маған мырш етіп күлді былай, жаман көзбен қарап. Артынан осы бірінші лауазымды адам болды, кішкене артынан тіл тигізетін, бірақ ашықтан менің атымды атамайды. Бірақ мырш етіп күлімсіреп, оны көріңдер өздерің халық. Қалай болатыны. Өзі кішкентай бәр пәле, бойы қортық намысы биік адамдан шығады бәрде. Бәр жердегі бәр залымдар бойы қортық нелер болған. Сұмырайлар, сұмдықтар. Наполеондар, Гитлерлер, Сталиндер, Франклар бәрде қортықтар. Сол қандай шықтан біз тұмсық, одан шыққан бір сұмдық деген сол сөз. Сонда біздің аруаққа сыйынғанымыз, аруақты құрметті басына түнегеніміз, одан бала сұрағанымыз болмаса, барлық мына біздің тарихымыз сол аруақпен саяқтас қой. Сол ол Құдайға күнә емес қой? Жоқ, ол иерархияның заңын сақтау. Мынау 5-ші заңмен, сәйкестіру заңымен қарағанда, жердегі қалай? Президент қалай бізге жетеді? Ауылдағы адамдарға. Төмен, министр, төмен. Ауыл әкімі, ал балаларға әке шешемен. Балаға аруақ ол әке шеше. Олардан ақыр сұрайды, олардан көмек сұрайды, олардан жәрдем сұрайды. Сөйтіп, биіктен төменге шейін жеткізеді. Сонда бұл дүниеде жүрген адамға әке шеше кім? Құдайға шейін Құдайға жеткізетін. Аруақ. Өзінің ата-бабасының аруағы. Ата-бабасының аруағы. Оны бекер, оған сүйінуға керек жоқ, оның қазақтың дәстүрімен. Әбден қиылғанда, әбден өлім келгенде, сонда атын атайды. Я Ағыбай батыр, я Арғын батыр, мені қолда, я Қобыланды батыр, мені қолда дегенде күш келеді. Уже өмірден әрі бар жаңа адамдыға. Мына Ермаханның Сиднейде жеңісі, аруақ деп. Аяғында аруақ деп ұрып жықты ғой ананы, қарсыласын. Аруақ қолдады деп сонда қуанып жүрді ғой. Аруақ қолдады, Бекзатты айтады, аяғында анау Югославияны ұрғанда сұмдық бәрі қолым бәрі ісік болды аяғында. Сонда аруақты еске алып, ұрып салдым дейді, соны жеңіп шықты. Сол себеп, ол иерархияның заңын сақтану. Жарайды, онда құбыжықтар көп болғанда, бәр құдайлар көп болғанда, діндер көп болғанда, жалғыз Аллаға сену, ол одан құтылу болды, құтылу. Бірақ мен қайтадан айтам, рухани кедей, рухани тозған халықтарға ислам діні керек сөзсіз. Инду халықтарына, анау кастаға бөлінген адамдарға ислам діні ол сол кастаның қарғысынан құтқарылу. Ал рухани, көне дәстүрлі, өзінің діні, түпкі діні бар халыққа басқа діннің керегіне, тіпті нағыз неден түскеннен де. Әр діннің адамның сұраш, өз дінін бәрінен де биік көтеретін. Бәрінде шыдамды, қазақтың халқы, бәр дінге де шыдамды. Ол себепті несі? Оны түпкі байлығынан ішіндегі генетический неден байлығы Тәңірдің дінінен. Тәңірге сүйенген адам тұзақтан ешқашанда қорықпайды. Оған тұзақ жоқ. Ал мұсылманға, таза мұсылманға тұзақтан құтылу үшін 5 рет тоңқайы керек. Ұрза ұстау керек. Пітір беру керек. Анауын істеу керек, мынауын істеу керек, ананы істеу керек, мұны істеу керек. Аяғында қазақтар.
ислам таза мұсылман болу үшін біріншіден ата бабамыздың зияратын қирап тастау керек. Таза исламша ол харам. Жылқының етін жеуге болмайды, ол харам. Қымызды ішуге болмайды, ол харам. Түйенің етін жеуге болмайды, ол харам. Шұбатты ішуге болмайды, айналайындар, ол харам. Арақ ішуге болмайды, рас ол харам. Бірақ қазақтар, мұсылмандар арақты судай қылқытады. Судай қылқытады. Шашқан ет жеуге болмайды, рас, харам. Бірақ колбасаны тіпті мұсылмандар жегенде, бірақ тағында біздің қазақтың басқа шығыстың адамдарынан ажырмасы әйелді сыйлау, ананы сыйлау, жарды сыйлау. Сонда таза исламның заңымен бәр біздің ата шешемізге, жарымызға, сүйікті нелеріне, қардасымызға намордник киіп тастау керек. Пәранжы. Бетін көрсетпей. Еркек сөз айтпайды. Аяғында нағыз таза исламның дәстүрімен, жолымен қазір армандап жүрген біздің мүлдекелеріміз, қожаларымыздың ауған жерінің нағыз ислам билеген жерінің несін қарағанда да музыка жоқ, кітап жоқ, Құраннан басқа. Әйел далаға еркек шыға алмайды. Үйде әйел еркек өзінің кіші баласына да бағынады. Емшек сорып отырған баласына бағынады. Ислам діннің несімен, рәсіммен. Сол себептен сендер сақ болыңдар, айналайындар. Исламның нелеріне онша сенбей қойыңдар. Ал енді мына Кришнаға не кеткен жастар ше? Олар сұмдық. Христиан дініне кіріп кеткен. Ол қиын. Ол ұлттық карманы бұзу. Орыстыма, не Қытайға тиюге. Ол ұлттық карманы бұзу. Ал ұлттық карманы бұзғаннан кейін, әулет карма да бұзылады сөзсіз. Одан топ карма да бұзылады, аяғында жеке карманың адамы бұзылады адамның. Қаңғыбас болып кетеді сөзген. Сол себептен Кришна дініне, ана Бақаи деген дін бар. Әсіресе қазір егов болып, олар біздің жерге кірмеу үшін. Жер дүниеде қазір арабтар, қазір енді соны исламды қабылдаған, соған Құдай пайғамбарды жіберген, Құран жіберген арабтардың өздері. Арабтар, Мысырда тұрған арабтар, кейбір арабтар бар, олар христиан дініне көшкен. Олар араб емес. Олар көп деп саналады. Сонда бүкіл ООН ненің секретары Бутрус Гали, ол көпті. Арабша сөйлесе де, түрі араб болса да, мәдениеті араб, бірақ оның діні христиан дін болған екен, ол көп деп аталады. Арабтар басқа тағында бір сектаға түсетін адамдар, оларда араб деп санамайды өздері, друз дейді. Сонда дін ұлттық сезімге кіреді, мәдениетке кіреді. Біздің сезімімізге, мәдениетімізге ұстап тұрған, тіреліп тұрған, ол Тәңір діні. Дәстүріміз ол Тәңір діні. Тәңір дінінен бас тартып, тоңқаятын қазақ, сөзсіз, ол қазақ емес. Ол шала араб. Анау сары киім киіп жүретін Кришналар, о да қазақ емес, ол шала инду. Шіркеуге барып шоқынған қазақ, ол қазақ емес, ол шала орыс. Иеговаға барған, соған шоқынған қазақ, ол қазақ емес, ол шала еврей. Иегова ол еврейдің діні тығылған, жасырында. Иегова, свидетель Иегова дейді. Қазақтың жерінде қазір тарап жүрген. Мен оларды ешқашанда қазақ деп санамаймын. Бәрінде тіркеуге түсіп, тоңқайған қазақ араб деп саналсын. Арабияны барып, сол жерде тұрсын. Сол жердің дәстүрімен қазақтың жерінде олар мүлдем кете берсін. Мен оған қуанамын, қабылдаймын оны. Ал аға, мына өзінің тілін, дәстүрін ұмытып, орыс болып кеткен қазақтар ше? Олар енді тұзаққа кетеді сөзсіз. Тұзаққа кетеді. Кришналар. Ұлттық қарымын орындамағаны ма? Иә. Сонда о дүниеге келгенде адам емтиханды Құдайдың алдында өз тілімен жауап береді. Деген ән салу керек,
әнұранын біз басып и шамасы келсе би беру керек, ұлттық биін. Одан өтпесе, ол ұлттық кармасын орындамаған. Ұлттық кармасын орындамаған адамға жаннаттың есігі ешқашан ашылмайды. Оның тәп дүзу жолы, анау, бәрі қазақтың қиыншылығы діннің мағынасын танымау, білмеу. Содан кейін, сол себептен менің қалған бәр өмірім алтын сатпен Тәңір дінін жандандыру. Бір дем алса, сонда бір қожекең маған бұлай тіл тигізіп мені бәсекке шақыратын болды, бірақ сол үйге барғаннан кейін сол үйдің несін, әулетінің несін енді дастархан сыйлап, мен оған енді онша жауап қатты берген жоқпын. Бірақ менің өмірлі дәстүрім сөзбен емес, іспен жеңу жауды. Іспен. Олардың сөздері сұлу, мекемелері биік, коммунистердің әсіресе. Менде қолымда пистолетті болған жоқ. Бірақ менің жұмысымның аяғы тіпті ешқандай сұрақта шыққан жоқ. Неге коммунизм кетті деп. Халық шықты да, білегін сыланып жұмысқа кірісті. Нарық жұмысына енді. Партия жұмысына емес. Сол себептен менің жауабым ол мынау осы күннің, не ертең күннің мүмкіншілігі. Таңертең оянып, уже алтын сатында. Телевизор жоқ, газ жоқ, водопровод жоқ, Құран жоқ, мұсылман жоқ, мешіт жоқ, дала. Сеніп көрсін аласына, мен көрейін. Тәңірге сенған, оған тамақта табылады, суда табылады, мал да сақ болады, жан да сақ болады. Солай. Әр діннің өзінің адам сияқты жас кезі болады, ересек болған кезі болады, қарт болған кезі болады, қартайған кезі болады. Бәр діндер қазір қартайған. Әсіресе ислам дініндегі адамдардың несін естігенде, тіпті мың бір түннің еркектерін оттайды бірнемені. Ит, жаман, мысық жақсы да бірнемені оттайды. Анан істесем, Құдай мұнайды. Сонда бәрінің көбісі оразалары, мұналары, ол Аллахына берген пара. Сонда пара бергені бір жапырақ наммен, оған сұрағаны бір түйе. Мінеке паралардың. Сонда мен түрлеріне қарасам, содан шошим, жеркенем. Тіпті олардың түріне қарағанда исламға берілген адамдардың, қазақтардың. Тіпті түрі басқа болып кетеді екен. Қазақ емес, сондай түрлері. Оның түрінен көрініп тұрады. Оның сөзінен, түрінен, енді адам бөтен тілмен бірнемені оттаса, бәрібір соның менталитетіне кіріп кетеді. Бірақ тынып кірмейді, шетінен бірнемесін алғандай. Не ұрлағандай. Сол көбістің сол ислам дейтін қазақтан менің ойшым түрлері ұрлардың түріне сияқты ұқсайды. Ұрлардың біреудің дүниесін ұрлап алған, бірақ оны қайтып пайдалануын білмейді. Ана маймыл сияқты әшке ұрлап алған. Аға, сөзіңізді бөлейін мына. Ал болашақта енді Ақсарбаз өзінің жоспарын орындап, эволюциялық мұратын орындап, өзінің таңдаулы еліменен жерұйыққа кетіп қалған жағдайда, бұнда да ел қалады ғой. Ел қалады. Ал өмір жалғасады. Сол кезде осы сіздің іліміңізді басшылыққа алып дамитын халықтар, мынаға Ақсарбаз атына сыйынса не болады? Олар дамиды. Көмек келе ме сізден? Көмек келеді, сөзсіз. Онда сөзсіз. Қазірде қалада кейбір балалар қиын болғанда, енді қазір енді ұят болды тіпті. Сыйынғанда көмек келе салды дейді. Біреу машинаның астынан құтылды. Тап уже басайын дегенде Ақсарбаз деп бір күш жолдың шетіне итеріп тастады дейді. Оны сіз сезесіз бе? Сезем бір жерден күш кеткеннен, менің денемнен. Сезем мен оны. Сондай талай-талай оқиға болды қалада. Балалардан сұрасаңыз айтады шындығын. Бұл сонда мына Исаның уақытындағы
науқас әйелдің Исаның көйлегіне. Иә, тигенде сонда күш шықты ғой одан. Иса бірақ оны сезбей-ақ былай күш шыққаннан кейін барып сұрады. Иә, сұрады, иә. Берген жоқ. Өз еркімен берген жоқ. Берген жоқ, бірақ сұрады ол. Енді мен ауырып жүрмін, енді кешір мені, иә, тақсыр. Демек, жарайды, сені сақтады деп сөйтіп кетіп қалды сені. Иә, бадасын беріп алған. Онымен сенің бір баланың, иә, әкесі шашалап, уже көгеріп, анау скорый помощь жеткенше уже өлімнің алдын жетқанда сыйынды. Түзеліп кетті. Содан. Бірақ мен оны оған қуанбаймын да. Өзім өмір бойы сол қарапайым жолда жүріп, өз мамандығымды сөйтіп бағып жүрген адамға енді қазір оның бәрінде естуге де қиын. Бір жағынан. Екінші жағынан енді мен емеспін, оны істеп жүрген бәрі Тәңірдің күші деп сөйтіп айтып қоям халыққа. Сіз арқылы шығып тұрғанда, аға? Иә. Ал аға, мына адамды микрокосмос дейді ғой. Ғарыштың кішкене моделі. Көшірмесі, иә. Көшірмесі. Ал сонда сіздің жаңағы тұлғаңызды зерттеу арқылы ғарышты тануға болады ғой халыққа? Болады, бәріне. Көбісі қазір енді анау ғарыш мектебі ашылғаны, ғарыш заңдары ашылып жатқаны, оның қосымша тіпті бір адамның толық өмірі ашылғаны, ол үлкен ғажайып қой. Ол ғажайыптың биіктігі сондай, оны қазіргі ғалымдар сенуге тіпті шамасы жоқ. Қарсы шығуға білім жетпейді, а сенуге сезім жетпейді. Сол енді екі ортада қалды. Не ана жақтағы емес, не ақ емес, не қара емес, не жаман емес, не жақсы емес. Еврейдің бұйрығымен жоқ. Информационный өлім деген информациялық сезімді өлім.